Qaraymiz, yetti top qaraymiz. Tamam, жақынырақ істейсің бе? Түсіндіріп айтамыз, жақынырақ тұрыңдар. Ана жерде сендер айтасыңдар, қандай минустары бар, қандай қателері бар, иә? Біздікін қалай айтасыңдар негізі. Жалпы. Барлықтарыңа қайырлы кеш, қайырлы күн. Бүгін біз осынау бір кереметтей сабақта өзіміздің бір қол өнерімізді салып бастадық. Көктемнің алғашқы күні болғаннан кейін кереметтей қыздардың креативтеріне байланысты тау салынды. Таудың әр жан-жағына қарасаңыз бұл қыраттары негізі, әр қырлары. Одан кейін біздегі шуақты күн, әрине бұл көктемнің мезгілінде күн жылып, барлық қарлар еріп жатқан кездегі су ағарлар деп есептесек болады. Ал жанымыздағы бұлттардың бәрі көшіп жатыр, жан-жаққа құстар қайтып біздің ауыл жаққа оралып жатыр деген ниетпен салынған нәрсе. Ал мынау біздегі шағын ғана киіз үй, ар жағында ауыл бар негізі, біреу ғана сап қойған екен. Ар жағында қойлар жайылып жүр. Қой жайылып жүргеннен кейін ежас мына бағып отыр. Соны Жатырмын мен. жатыр. Өлең айтайық. Одан кейін бізде апа есік ашып бауырсақ пісіріп өзінің балаларына дайындап жатыр. Балалары алтыбақан тебу үстінде. Мынау біздегі астындағылар гүлдер. Көбелек бар айтпақшы біздегі ағаштардың күннің ыстығы соншалық Шымкенттегідей ағаштардың өзіне жеміс шығып кеткен. Қараңдар, жеміс шығып тұр, алма шығып тұр. Бұл жердегі адамның әр адамның ниетіне байланысты қандай жеміс болса тез шығып кетеді деген секілді ниеттен айтып жатқанымыз ғой. Я, өрік. Бұл әлі жасыл, қызыл болса сіздерге таратып береміз бұйырса. Болды, рахмет, осы ғана біздегі. Мына көріп алдыңдар ғой, иә? Құсты салған Ақниетке бір шапалақ болсын, әдемі болды. Мынау негізі асы. Келесі топ. Келесі топ, әкел бағыз. Бол. Қане, біздің топ шығып жатыр. Біздің команда деп қояр. Қасыма келіп бәріміздің ойымызға бір келер екен. Айырлы қалай түсіндіресің? Өзіңнің ойыңды айтсам. Суретке түсірем. Біздің еліміз үшін сондай бір ерекше мезгіл, себебі біздің кең байтақ жеріміз сондай әсемдігімен ерекшеленіп, сондай жылулыққа, махаббатқа толы мезгіл деп санаймыз. Біздің енемізде, біздің даламыздың Наурыз мерекесі, яғни көктемде Наурыз айымен қатар бізде Наурыз мерекесі келеді. Сондықтан біздің халқымыз үшін, еліміз үшін көктем тек табиғатқа ғана емес, адамдар үшін де жаңару мезгіл, жаңару айы болып саналады. Біздің суретімізде көктемнің бейнесі, яғни бізде киіз үй, таулар, таудан аққан бұлақ. Olmaz. Алтыбақан, гүлдер деген сияқты жалпы біздің елімізде қыстың суығы кетіп, көктемнің нұры төгілетін Бесеу тұстырыз деп айтсайшы. Ел болсын саян, білет білмесек. Қойлар асып шықсен өлмесек палау басқан бүгін. Өлмесек палау басып жатыр мен жерде. Өлмесек жақындамай тұр ғой, қасында тұру керек қой, бас атқанда. Видео түсіп тұр ғой. сурет үшін балалар кетіп қалған. Алтыбақандарыңда ішің жоқ қой. Баратып қойғайсың өйден. Басқалайын деп жатыр. Енді барамыз, әшейін суретке түсіп алайық. Не бар тағы?
Цитата бар. Не көріп тұрсыңдар тағы? Аю. Аю? Шай көріп тұрмын ағай. Аю көріп Ей, тұрмын. бар. Жолға сені ғой. Елка көріп тұрмын, елка. Ой. Жоқ, панда ғой, панда. Ортасын қасқа қасқа. Қане елка? Анам Міне ағай. Енді қысты қимаятқа ма әлі? Төртінші сезонға шыққан ғой. ет талдым. Не бар тағы? Ромашка бар. Яғни неше түрлі Гүлдер, гүлдері бар. ағаштар, Неше бұлар, түрлі ағаштар, ақбақтан, киіз үйлер, Асфальт. таулар, күн нұрын төгіп, көктемнің шуағы шашылып тұр. Тағы бір нәрсе Ja, көрдім. екі қой бар ғой. Ешкі бар сосын. Қоян деп ойлап қалмаған ғой. Тағы бір нәрсе көрдім. Не көріп қойды? Сендер айтпай тұрсыңдар. Күн бар, құс бар. Қырғауыл. Тал бар сосын ағай. Тал бар, тал бар. Сендер үшінші топсыңдар, жазып қойыңдар. Үшінші топ аттарын жазып қойыңдар. Ағай, фейсбукқа салып қоймаңыз енді. Сурет өстіріп алып салмаймын мен. Бірінші топ. Бірінші топ мен шығады. Жазып қойыңдар, бірінші топ. Есімдерін жазып қойыңдар. Ау, екінші топқа шақалақ болсын, керемет. Есімдерін жазып қойыңдар. Қазір бағалаймыз бір-бірімізді. Әлі бағалау жүреді. Бағалау жүреді. Жазып қойдың ба? Ақмошақ? Үшінші топ деп жазып Аттарын жазып қойыңдар. Ha bari şıklanlar şimdi. Енді бірінші